Мәссаған, барлықтарын жиналып алыпсыңдар ғой уже. Жарайды, балалар, көңілдерің сондай көтеріңкі екен. Осы жақта ойнай беріңдер. Я, апай, осында ойнай береміз ғой. Бірақ та сендер не үшін аяқта сумкаларын ұстап алғансыңдар барлықтарың? Бүгін сабақ өтпейміз ғой біз. Апай, біз осы жақта табиғатта отырып, сабақ оқуымыз келген. Жарайды, сабақ оқуларың келсе, маған тіпті жақсы. Жарайды, онда сендер осы жақта сабақ оқып, ойнап жүре беріңдер. Сендер таңғы ішкен жоқсыңдар ғой. Мен сендерге қазір суши-пицца заказ етіп келем, жарай ма? Или сатып алып келем ба, білмеймін даже. Қазір мен келем, сендер осында күте тұрыңдар, жарай ма? Ура, суши-пицца жейміз, біз сізді күтеміз ғой, Я, мен қазір келемін. Тез қашу керек бізге. Лунар апай тез ғой, қазір келіп қалмасын. Біз қазір қашуымыз керекпіз. Я, қашамыз қазір. Кеттік мына шарбақтан өтеміз ба? Жоқ, мен өте алмаймын, мен секіре алмаймын ғой, аяғым ауырады менің. Мен жүгіре алмаймын. Той, сен кесірің барлығы. Сенің кесірінен қазір біз ұсталып қалуымыз мүмкін. Той, енді мен жүгіре алмасам мен кінәлімін ба? Я, сен кінәлісің. Бастарың жасаса, ана вахтадан барып, есіктен шықпайсыңдар ма? Адам құсап, мына аяқта иттер сияқты шарбақтан секіріп жүрейік сол. Табылған ақыл, сол есіктен шығып кетсе қайтеді? Жарайды, ұлдардың да басы бар екен. Онда кеттік, онда есіктен қашамыз. Я, есіктен дұрыстап қашқанымыз жақсы. Я, кеттік. Кезірек кеттік. Я, кеттік. Ой, балалар, қайда шығып барасыңдар? Болмай сендерге шығуға. Сендер шығып не істейсіңдер бәрібір? Барып анаяққа барып ойнаңдар. Бұл жаққа сендерге шығуға болмайды. Ағай, шыға берейікші, бізге Лунар апай айтты. Шығып келіңдер, ойнаңдар деп айтты. Бізде баламыз ғой, енді кішкене есіктің алдында ойнауымыз керекпіз ғой. Енді анаяқта ойнайтын жер бар ғой, сол жақта ойнаңдар. Болмайды анаяққа шығуға, бұл жақта басқа адамдар бар. Басқа адамдар сендерді өлтіріп кетуі мүмкін. Той, ағай, сіз кінәлі болмайсыз ғой, біз өліп қалсақ бәрібір де. Я, біз өліп қалсақ сіз кінәлі болмайсыз ғой, пожалуйста, біз шыға берейікші. Жоқ, шықпайсыңдар дедім ғой. Шығамыз, бізге бәрібір. Қайда кеттіңдер? Жоқ, шықпаңдар, балалар, шықпаңдар, жоқ. Біз реально далаға шығып баратырмыз. Я, біз далаға шықтық. Алақа, енді бізде бостандық, біз енді агушта каша жемейміз. Ура! Я, ура, біз енді бостандықтамыз. Ура! Я. Мәссаған, енді біз күшті өмірді сүретін кез басталды. Қайдағы күшті өмір сендерге? Күшті өмір емес, жаман өмір енді басталды. Енді айтыңдар, біз қашып кеттік, енді қайда тұрасыңдар? Қайда не жейсіңдер енді? Бұрынғы сүтпен ағушаны армандап отырасыңдар енді. Енді еш қайда үйлерінде жоқ, күйлерінде жоқ, енді не істеріңді айтыңдар, не істейсіңдер? Жұмыс істейміз, ақша табамыз, не істейсің ал? Енді сен әлі кішкентайсың ғой, қайдан ақша табасың сен? Ой, менде шаруам болмасыншы сені вообще. Табамыз енді ба, табамыз. Тақын келмесе, жүр бомж болып сен. Не болып атыр ана жақтан? Ой, нар түсінді ма? Агуша жемейміз, каша жемейміз деген не сөз? Олар сонда агушадан, кашадан басқа ештеңе жемеген ба? Я, мән түсінді екен ғой, артына қыз. Ё-моё, еще не істеп атыр? Не, жетімдер классынан шыққан ба анау? Ужас қой аналар вообще. Сол ғой, енді қайда тұрады екен? Аңдиықшы? Я, аңдиық. Не болатынын көрейік. Я, енді қайтадан айналып барып өзіндерінің жетімдер классына баратын шығар. Я. Олар сендерге суши и фри алып келдім. Балалар, қайдасыңдар, балалар? Балалар, қайдасыңдар? Қайда жоғып кеттіңдер? Сендер қайдасыңдар? Мүмкін емес. Олар осы жақта еді ғой жаңа ғана. Қайда кетіп қалды олар? Еспе Боршық аға, осы жақтағы жетімдер классын көрдіңіз ба? Жоқ. Я, көрдім. Олар жаңа осы есіктен шығып кетті. Сіз не қарап отырсыз? Сіз? Қазір сіздің кешіріңізден мына жетімдер классы жоғалса, маған ұрыс естиді. Бүгін менің кезегім оларды бағатын. Сіз не қарап отырсыз? Наяқтан не үшін шығып кетті олар? Жоқ, мен оларды негізіне шығарған жоқпын. Мен оларға шықпайсыңдар десем, өздері маған айғайлап, қашып кетті, жүгіріп кетті, арттарынан қуаламай қойдым. Менің өзімнің аяғым ауырады жүгірсем. Енді
жетімдер классын тез табу керек. Маған тез тауып беріңіз. Қазір директор біліп қоятын болса, мені жұмыстан шығару мүмкін. Менде басқа жұмыс жоқ қой. Ең бастысы Айжан апай біліп қоймасын. Я, сол, енді ана жетімдер классын тез табыңыз. Я, іздеймін қазір. Қазір кірлерімді жуып алайыншы. Кірден бұрын тез табыңыз. Мен ғана суши пиццаға заказ беруге кетіп қалдым. Оларды жалғыз қалдыруға болмайды ғой негізінде. Не болып кетті наяқта, не шу болып жатыр? Не болып кетті наяқта? Мен наяқта тып-тыныш отыр едім, телефон шұқылап. Не шу болып кетті? Ештеңке болған жоқ, просто так. Лунара деген вообще шынын айтпайды анаяқта. Уборщикпен жаңа ұрсысты ғой, содан не істейінші, сұрап көрейінші. Ей, уборщик, не болды соншама? Көзің бақырайып тұрып қапсың ғой. Кіріңді жумайсың ба, аяқ тазаламайсың ба? Екінші этаж, үшінші этажын бүткіл тазаламайсың ба? Иә, қазір. Не болды бүткіл жағдайды айтсашы енді? Немене ұрсып атсыңдар? Бұл сендерге ұрсатын жер емес, бұл сендерге жұмыс орны, жетімдер класының бағу орны. Ой, бүткіл жағдайды айтып берейін. Жетімдер класы осы жетімдер үйінен қашып кетті. Не? Мүмкін емес. Сен не қарап отырсың? Қазір айтып алайын да енді. Жаңа осы жақта кір жуып тұрсам, қасымнан өтті. Олар шығып баратыр есіктен. Одан кейін мен қайда шығып барасыңдар, шығуға болмайды деп айтсам, олар жоқ, бізді Лунар апай жіберді деп айтып тұр. Сосын мен сенбедім оларға, мен олар өтірікші екенін білдім. Сосын мен шықпайсыңдар деп тұрсам, маған шығамыз өзіміз білеміз деп айғайлап, есікті ашты да қашып кетті. Не? Мүмкін емес, сен сонда жүгіріп артынан қуалап кішкене сразу Лунар апайға айтып, сразу маған айтып, сразу директор айту деген жоқ сенде кішкене, я? Қарап тұру керек сол көзін бақы болып, я? Не қарап отырсың? Енді олар қазір өліп қалса біз кінәлі боламыз ғой. Қазір директор келсе не болады? Директор деген вообще жұмыстан айырылады онда. Ол сол 4-5 баланың, басқа бала жоқ бізде, сол 4 баланың арқасында біз ақша тауып отырмыз. Не нау, сұмдық қой, бар жүгір тауып кел. Қазір кірімді жуып сайын. Кір демеші сен, вообще кірді сөзіңді айтпа. Бол тез ізде. Қазір полицияға хабарласам, мен директорға не бетінді айтамын? Мен мынаяқта мұғалімдердің бастығымын. Енді директорға не бетінді айтамын, не қарап отырсың десе, мен не деп айтамын? Ана уборщик жіберіп алды деймін бе енді? Бір осыларда қуат. Қазір мен директорға айтып келемін, сені айтып беремін, сені. Именно сені жұмыстан шығару керек. Басқа уборщик алу керек, қыз уборщик алу керек бізге.